Көркембай ақсақ үйленет деген сыбыс бар. Той қамын жасап, көбініп жатты туыстар. Келін де келді, келді аздап көрпе төсек те, көбейді сыпсың, рас па, әлде өсек пе? Оң жақта отырып жүкті боп қалған қыз дейді. Көркемжанға ақжаулық тисе есепте. Киімі бүтін, тамағы дайын керемет, Көркембай пақыр адам боп қалды не керек? 40 жыл құйын топанмен сылап шықты өзі, топсас сынған есікті қайта шегелеп. Сәпектеу ғана жан екен әлгі зайыбы, ай өтпей жатып, босанып қалды айыбы. Қалжаға мал жоқ, Көркембай сасып тұрғанда, тоқтысын сүйреп, қайыны жетті қайыны. Күйеу жігітке қарады жиі ұрлана, іңгәләп жатыр балпанақтай боп ұл бала, жасана отыр шүберектей боп бозарып, көзінің алды, буалдыр, шексіз, сұрдала. 40 күн өтті, денесін өртке орап ап, сәбиге кенет жабысты жөтел обалақ. Көркембай таңнан көк қарға іздеп ем үшін бара жатады, қабақтан төмен домалап. Қалғиды сәби, жұдырықтарын сығымдап, сол кезде жарын шақырады да бұл ымдап, қатты айтса шошып боянып кетер секілді. Құлыным дейді, құлыным дейді сыбырлап. Қарайды бала, басқа мен оның ісіне, әрі жат, әрі жақыны болған кісіге. Ұзамай сәби шетнеп кетті өмір-ай, Көркембай дел сал, өңіме мынау түсіме. Көркембай дел сал, шегет жиі шылымын, боз төбе жатыр, тартып ап жүрек жылуын. Қатты айтса шошып оянатындай сәбие, сыбырлап қана, құлыным дейді, құлыным. Есенғали Раушан, оқыған Сұңғат Ғазиз.